Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін синнабон, яғни даршын тоқаштарын өзімнің дайындау әдісімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бос ыдысты алып, жылы сүтті құямыз. Сүттің жылы болуы міндетті. Үстіне қант саламыз. Және ашытқыны салып араластырамыз. Бетін жауып 15 минутқа көтерілуге қоямыз. Он 15 минут ішінде ашытқымыз жақсы көтеріліп шықты. Балғын ашытқы екені көрініп тұр. Бір араластырып жіберіп, үстіне жұмыртқаны саламыз. Одан кейін тұз салып, ерітілген сары майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы массаның үстіне ұнды електен өткізіп саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізуіміз қажет, өйткені қамыр жақсы көтеріліп, тоқаштарымыз жұмсақ болуы үшін. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді қамырды ыдыстан алып, столдың үстіне жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыз осылай қолға жабыспай тұруы қажет. Ыдысқа салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа ашытуға қоямыз. Сол арада салмасын дайындап қоямыз. Салмасына сары май, даршын, қант керек болады. Қанттың үстіне даршынды салып араластырамыз. Бір сағаттан кейін ашыған қамырды алып, бетін баспай жиегінен жинап аламыз. Астына ұн сеуіп, қамырды жаямыз. Қамырды қатты баспаймыз, басылып қалмас үшін жаймендеп жаямыз. Міне осылай орташа қалыңдықта жайып алдық. Үстіне бөлме температурасында жұмсарып тұрған сары майды жағамыз. Одан кейін даршын мен қант араласқан салманы сеуіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай салмасын жиектеріне тақамай, барлық жағына сеуіп алдық. Енді шетінен бастап ішке қарай рулет қылып ораймыз. Шеткі жиектерін қысып жапсырып аламыз. Жабысқан жағын астына қаратамыз. Пышақпен немесе осылай кәдімгі жіппен кесіп 12 бөлікке бөлеміз. Жіппен кескенде тоқаштарымыз түсу әрі әдемі болып шығады.
Барлық қамырды осылай пергамент төселген табаға саламыз. Бетін жауып 10 минутқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген соң қызған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіреміз. Сол арада кремін дайындап қоямыз. Ол үшін біз 2 ас қасық сүзбелі ірімшікке, 2 ас қасық қаймақты және 3 ас қасық қоюлатылған сүтті қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай қоймалжың крем шығу керек. Қызарып піскен тоқаштарды пештен шығарып алдық. 5 минут суытып, жылы тоқаштардың бетіне дайын кремді жағамыз. Міне осылай барлығына жағып шықтым. Тоқаштарымыз толықтай дайын болды. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, барлығыңызға сәттілік.